Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болатын қуырдақ жасайтын боламыз. Сиырдың етінен, жаңа сойылған сиыр етінен қуырдақ дайындайтын боламыз. Толық рецепті көру үшін видеомды соңына дейін көріп, ұнаса лайк, комментария, пікір қалдырып, подписаться етіп қойыңыздар. Алдымен етімізді турап аламыз. Мен барлық заттарды турап дайындап алдым. Енді етімізді турайтын боламыз. Майдалап жібермейміз, үлкен-үлкен етіп, бәрін бірдей қылып турап алатын боламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий арқылы сұрасаңыздар болады, жауап беретін боламын. Өте дәмді болып шығады. Енді дәмі деген керемет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қажетті заттар бізге сиырдың еті, қанша болса да отбасыларыңыздың үлкен кішісіне байланысты қоса бересіздер. Сосын 40 қабат, сәбіз, картошка, пияз, дәмдеуіштер, тұз, қара бұрыш. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты қоса бересіздер. Енді әркім әрқалай жақсы көреді. Томат салсаңыздар да болады, томат салмасаңыздар да болады. Әркімнің қалауына байланысты. Осылай барлығын турап болғанымыздан кейін, енді қазанымызға майымызды құйып, аздау құямыз майды. Қызғаннан кейін, осылай майларын турап қойған құйрық майларды салып қуырып алатын боламыз. Қызыл түске енгенше қуырып аламыз. Майы шыққанша. Егер қаламасаңыздар, қуырып болған соң алып тастасаңыздар да болады. Егер ұнатпайтын адамдар болса, майыны салмай тек қана етті қуырып жасасаңыздар да болады. Осылай майымызды қуырып болғаннан кейін, енді етімізді салатын боламыз. Етімізді салып, қазанымыздың қақпағын жауып қоямыз. Бір 15-20 минутқа дейін суы шығып, қуырылғанша. Көріп тұрғандарыңыздай қуырып болғанымыздан кейін тұз сеуіп, дәмдеуіштерді сеуіп, 40 қабатты салып, үстінен тағы да қара бұрыш, дәмдеуіш, тұз қоссаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Енді сәбізді, картошканы салып, үстінен пиязды салып, тағы да дәмдеуіштерді бір қатар сеуіп, қақпағын жауып, газымызды бәсеңдетіп қоятын боламыз. 45 минут, 1 сағаттарда піседі. Өте жұмсақ болып, сочный болып, дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай суы шығып, қайнап жатыр. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Кешкі асқа қуырдағымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай пісті. Неге енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Видеомды соңына дейін көріп, қолдап жатқан жандарға үлкен рахмет. Видеом ұнаса, тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнамда көптеген ыстық тағамдардың рецептері бар. Өте жұмсақ болып піскен. Көріп тұрғандарыңыздай, енді бізге ас болсын, ыстық күйінде өте дәмді болады. Үстіне пиязды сеуіп, турап салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Барлық қонақтардың көңілінен шығатын тамақтың бір түрі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға да барлық адамға ұнайтыны сөзсіз. Рецептерім ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.